Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мемлекеттік қызметкерлер табыс декларациясын қате толтыру салдарынан 759 миллиард теңге қарыз болып қалған. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті мәлімдеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Жалпыға бірдей декларациялардың бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша 11 мың мемлекеттік қызметші, оларға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары жеке табыс салығы бойынша 759 миллиард теңге сомасында берешек. Декларацияларды талдау барысында салық салынатын табыс болмағанда бюджетке төленетін жеке табыс салығының сомалары қате көрсетілген. Мемлекеттік кірістер комитеті қазақстандықтарға декларацияны мұқият толтыруды әрі тексеру керектігін ескертті. Онда қате толтырылған жағдайда декларацияның е бөлімінде жеке табыс салығының сомасын кемітіп, қосымша декларацияны тапсыру керек деп жазылған хабарламада. Қате түзетілмеген жағдайда жеке сот орындаушылары салық бұйрықтары негізінде банк шотын бұғаттауы мүмкін. Декларацияға қатысты сұрақтар бойынша тұрғылықты мекенжай бойынша мемлекеттік кірістер органына жүгіну қажет.